Сәлем достар, сәлем. Мако KZ каналына тіркеліңіздер. Бүгін бізде 100 тапсырма ойыны. Қазір мен балаларға тапсырма беретін болам. Олар орындайды. Маржан. Сен орындайсың ба? Бастаймыз, иә. Ал достар, біз жаңа 100 ойынды бастаймыз. Бізде бірінші тапсырма. Тапсырмаға қатысушылар Рамазан, Алтынай, Тоғжан. Маржан, былай тұр сен. Маржан. Бізде бірінші тапсырма. Көзімізді жыпылықтатпай 1 минут тұру керек. Кім бірінші жыпылықтатып болады, сол жеңіледі. Ал бастаймыз. Баста дегенде бастаймыз. Мен де міне соткада минутты қарап отырам. Маржан. Былай тұр. Маржан, Бұл енді жағаласады. Ал, 1-2-3 бастаймыз. Баста. Көз жыпылықтатпай тұру. Маржан, сен тұрып қала бердің ғой. Қиын ба? Неше секунд қалды? Жыпылықтатып Неше секунд қалды? Мен шықтым. Тоғжан жыпылықтатып қалды. Мен оның алдында жыпылықтатып. 34 секунд дегенде кім Алтынай. Бір попытка. Тағы бір попытка ма ал жарайды. Давай, бір попытка. Ал бастаймыз. 1-2-3. Баста. Секірме. Көздерін жыпылықтатпаңдар. Ұстама олай, ұстауға болмайды. Неше секунд қалды? Тоғжан кетті. Неше секунд қалды? 31 секунд кетті. Рамазанның көзі кетті тұр. Тоғжан былай тұр. Қозғалмай тұрсай, Рамазан сен. Жыпылықтатып қалдың ба? Неше секунд? Достар, 4 секунд, 3 секунд қалды. 2 секунд, 1 секунд. Болды. 1 минут. Рамазан жеңді. Кетіп қалдым, честно. Ал достар, біздің енді екінші ойынымыз. Екінші ойын бізде 2 қолмен 1 минутта 2 түрлі сурет салу керек. 2 түрлі. 2 қолмен. Және біз қандай сурет салады? Үй мен гүл салу керек. Үй және гүл. Ал, бастаймыз. Басталды. Уақыт кетті. Үй мен гүл. 2 қолмен қатар салу керек. Тоқтауға тұруға болмайды. Бір қолын тоқтатып тұрып салуға болмайды. Тоғжан 2 қолмен қатар сал деймін, аяқ неге тоқтап тұрсың? 2 қолмен қатар сал. Не? Күтті ойын вообще анда. Өзінен басқа ешкім сүймейтін сияқты ғой. Қолмен қатар жұмыс істеу керек. Неше? Әлі 30 секунд бар. 18 секунд бар. Күба. Он 10 секунд. Дем алып тұрма, мына қолың тоқтатпа деймін. 2 қолмен қатар сал. Болдың ба? Болып қалдың ба сен? Жарайды. Стоп, Рамазан. Тоғжан, сенің неңді көрек суретіңді. Надо кішкентай. Не деген, не ала берсің кәмді? Андағы деген. Құттай ғана, анау гүліңде не біле. Мен де нормально деп ойлаймын. Алтынайдікі. Сабағы бар, гүлі бар, ел бар. Кішкене үлкендеу екен. Ал Рамазандікі де нормально екен. Гүлін қарасаң, әдемі, Рамазан мен кімнің Алтынайдың суреттері әдемі. Тоғжандікі әдемі қайта салып болды, молодец. Келесі ойынымыз. Ал достар, біздің үшінші ойынымыз 10 секундта
ұшақ жасау, қағаздан бүктеп дайындамаңдар. Жай ғана алдарыңа қойып дайындап қойыңдар. Басқа ештеңе ұстамаңдар. Так, 10 секунд қой мынау, иә? Дайындама деймін оны саған. Ал, баста. Ал, 10 секундта ұшақ жасау. 4 секунд, 3 секунд, 2 секунд, 1 секунд. Стоп! Мен вообще ұмытып 10 секунд деген аз бола ма? 20 секунд. 15 секунд. Қайтқан. 15 секундта үлгіресіңдер ма? Да, үлгереміз. 15 секундқа қояқшы, иә. 15 секундта да үлгірмейтін шығарсыңдар. Ал, тұра тұрыңдар. Баста. Молодец. Алтынай бірінші, Рамазан екінші. Тоғжан. Болды. Ашуын башың. Ренжіп қалды. Ойын ғой оған неге ренжіп әтсің? Да, сен шағын. Маржан да ренжіп ғой. Вот маржан жасап. Бізде достар 4-ші ойын. Аяқ киімнің бауын бір қолмен байлау. Бір қолмен Рамазан. Рамазанның аяқ киімде бау жоқ, сондықтан менің аяқ киімім бауын байлап жатыр енді. Киіп алса аяғың анда алай, неудобно болмай ма? Удобно. Давай. Жақсы, ал. Бастаңдар. Кім бірінші байлап бір қолмен байлайды? Ну ладно. Ай, тіспен болады. Жоқ. Ну, вообще невозможно, да? Бір қолмен Тоғжан. Неге қолмен ұстап кетіп жатсың? Хитрый. Эй. Маржан былай тұр. Байладыңдар ма? Байладым. Байлай алады ма екенсіңдер? Невозможно. Атадан. Кәне байлаңдар ал. Да, блин, екінші қол. Тоғжан, ұстама аяқ қолмен. Ұстама дейм. Художник. Қолмен ұстама, екінші қолмен. Азған. Не болса енді. Ұстамаңдар екінші қолмен. Тіспен невозможно. Не болды, байланам екен енді? Байлай. Ұстама, Тоғжан. Тоғжан. Сен екі қолмен ұстап жатсың ғой? Көрініп тұр ғой. Қалай байлайын? Байлау керек сой. Сола қай ұстағандар ма? Оң қай істемейсіңдер ма? Оңқай ма? Оң қолыңмен істе. Жібер ана қолыңды. Ана қолың жібер дейм. Жіберейін. Тоғжан. Болмайды. Мама, немен берілдім. Байлай алмаймын екен. Байлайын. Жарайды. Алтынай байлай алмаймын деді. Маржан, сен былай тұршы. Тоғжан, екі қолмен ұстама. Хитрый жетіп кетіп жатыр ғой. Берілдім, менде. Жарат, кәне байлаған. Қалай байлады? Ешкім де байлай алмады, иә? Я ешкім де байлаймын. Ал, достар, бізде бұл 5-ші ойын, иә? 5-ші ойын 1,5 минут бір аяқпен тұру. Ал өздерің білесіңдер қай аяқпен тұратындарды. Ал мен уақытты қостым, кеттік. Алыстама. Секірмей бір орында тұру керек. Тоғжан, басып қойдың сен. Мына кісі мына жерде жатыр. Маржан деген. Аяқтарың баспаңдар. Мама, бір аяқпен көтеріп болуы. Жоқ. Жоқ. Сол қай аяқпен тұрсын, сол аяқпен тұру керек. Сен анау аяқпен тұрдың ғой? Мен көрдім ғой. Өйстіп тұрдым. Қазір видеоның басын айналдырып қараймыз. Да, айналдырып қараймыз. Мынау аяғына түсіп, мен аяғым өйстіп тұрды. Маржан қайда, Маржан? Көкөк.
Неше мама мен қалды? 5 минут, Сүрмеңдер аяқтарыңды. 40 минут, Әлі 40 минут. 38, 37, 36. Қалды ма аяқтарың? Аяқтарыңды түсірмеңдер. Мен түсірмедім. Әне, ана аяқпен тұра қалды. Қайда? Қайдағы? Қайда осы аяқпен тұр ғой маған? Ал тұрсен неге? Қайда айдың? Секірме. Жылжыма. Мын жаққа жылжыма бұрын. Секіріп ана өтірік нетіп жатыр бұлар. Жарайды, секіріп. Ана басып қалды бәшейін үшін. О, болды. Ал достар, бізде бұл енді 6-шы ойын. 6-шы ойын бізде бір қолмен кітаптың бетін ашу. Яғни қанша кім көп бет ашады екен 10 секундта. Иә. Қане былай тұр. Бір-бірден бастап ашу керек. Сен нешінші беттен бастап отырсың? Жақсы. Ал мен уақытты қосам Маржан. Ештеңе етпейден жүре берсін. Ал бастаңдар. Бастаңдар. Бір қолмен. Болды уақыт. 12. Неше бет аштың сен? Санандар. Мен 3-тен бастадым. Сонымен Рамазан 8 бет. Мен 12. 12 бет. 16. Тоғжан жеңді. Мен Ал келесі бізде. Ал достар, енді бізде 7-ші ойын, иә? 7-ші ойын. 1 минут допты аяқпен ұстап тұру немесе ойнау. Аяқпен ойнап тұру. Түсірмей 1 минутта. Негізі баспен деген, бірақ баспен қиын болатын сияқты. Сол себепті аяқпен деп жатырмыз. Қолмен деген болмайды, аяқпен. Солай болсын ба? Ұстап алуға болмайды бірақ. Бірінші бізде Алтынай бастайды. 1 минутта бір қолмен допты ойнау. Иә? Дайынсың ба? Дайын. Ал Рамазан қос сот нені? 2-3. Баста. Түсірме ойнау керек. Соншама алысқа лақтыратының не? Болды. Келесі. Кім? 1-2-3. Тоғжан. Неге лақтырып жатсыңдар? Арғай тұр. 4 секунд шыдадым. Ал 1-2-3 баста. Адам деген солай лақтырам екен аспанда. Бізде 8-ші ойын басталады. Иә, қандай ой? Картоппен ашу. Иә, ал. Кеттік бастаңдар. Кім бірінші ашиды екен? Бірінші ашу керек. Тоғжан жемесей картопты. Ақырын жеңдерсе. Ашсыңдар ма? Анау кісінің қарны ашып қапты ғой. Өз нанды алып алып жеп отыр. Тез ашу керек, кім алсын? Жуылды ғой картоптың сырты. Кім бірінші тез ашиды екен болыңдар. Саған Тоғжан бірінші болды. Екеуің бірдей болдыңдар. Тәкче бірінші Тоғжан болды, е? Ал достар, бізде келесі 9-шы ойын. Су, яғни қасықтағы суды төкпей мына жерге дейін алып келу керек, ана жерден. Мына есікке дейін. Ал бастаңдар. Рамазан үш почти төкті. Төке жүріңдер. Есікке дейін келу керек. Алтынай келді. Рамазан да келді. Қазір су бар ма өз ішінде? Бар екен. Төкпей жүріңдер, төкпей. Қайтадан барыңдар орынға. Үшеуіңде барып келдіңдер. 10-шы ойын тілімізді мұрнымызға немесе шынтағымызға тегізу керек. Сол жерде тұрып ал.
1, 2, 3 бастаңдар. Bir орында тұрыңдаршы. Шынтаққа немесе мұрынға. Шынтаққа. Немесе мұрынға тигізіп көріңдер. Негізі үстіне тигізу керек қой. Соқса айтылыңдар. Кім орныңа тигізіп көрші? Соқса айтылыңдар. Тимей тұр ғой. Тиіп тұр ма? Шынтаққа тигізе алмадыңдар ма? Жетпей ме екен шынтаққа? Сонымен Алтынайдікі тиді енді ұшына. Кәне сен мұрныңа тигізіп көрмедің бе? Алтынайдікі тиді мұрнының ұшына. Шынтаққа. Қалай тұшаған тоғжан? Жоқ, шынтақ деген мына жерде. Кәне. Ей, қолыңды қайырасың ба соншама? Сен ше, тигізе алмайсың ба? Ал достар, біздің 100 ойынымыз бүгінгі бірінші күні 10 ойынымыз аяқталды. Енді екінші часть күтіңіздер. Егер қажет болса, комментарийға жазыңыздар, қандай ойындар ойнай қалайық, идеяларыңыз болса айтыңыздар. Қызық болса тағы да түсіретін боламыз. Сосын Ойынымыз ұнады ма сіздерге? Лайк басып, комментарий жазыңыздар. Қандай каналға тіркелеміз? Z каналына тіркелуді ұмытпаңыздар. Пока-пока. Пока-пока.